Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен қолөнер арнасы бүгін сіздерге моншақтан қалай қобдиша, яғни шкатулка жасауға болатындығын көрсеткім келіп отыр. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Ең алдымен бізге керек заттар ол моншақтар, размері 10 мм-лік, неше түрлі түсінен қолдансаңыздар да болады, үлкендеу түрінінде және кішірек түрінінде. Және де леска. Мен ылғида строительный леска қолданамын. Бұл жұмыс істегенге өте ыңғайлы және де бағасы да қолжетімді. Және де қайшының көмегімен кесіп жұмыс жасаймыз. Ең алдымен лескамызды өзімізге керегінше етіп кесіп аламыздағы екі басын бірдей қылып ұстап, осыған 3 моншақ өткіземіз. Ең бірінші 3 моншақ өткіземіз. Мінекей, енді қараңыздар, екі басын бірдей қылып ұстаймыз, біреу қысқа, біреу ұзын болып қалмасын. Енді қараңыздар, осы мына тұрған моншаққа, соңғы моншаққа крючок жасаймыз. Жаңағы лескамызды қайтадан кері қарай өткіземіз, сонда бізде крючок пайда болады. Мінекей, енді екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткіземіз. Мінекей, сонда біз моншағымызды бекітетін боламыз. Бұл жылжымайды, моншақты өте қатты ұстап тұрады. Мінекей, енді қараңыздар, осыған мына тұрған лескамызға екі моншақ өткіземіз. Енді екінші жақтағы лескамызға бір моншақ өткіземіз. Сонда барлығын қосқанда бізде 4 моншақ болып тұр. Мінекей. Мінекей 4 моншақ. Енді қараңыздар, екі моншақ тұрған жаққа біз крючок жасайтын боламыз. Соңғы моншаққа крючок жасаймыз. Енді екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткіземіз. Мінекей, сонда біз моншағымызды бекіткен боламыз. Қараңыздар. Тартамыз. Моншақтың ортасында тұру керек, шетінде көрініп қалмасын. Мінекей. Қатты тартып жұмыс жасаңыздар. Енді бізде қараңыздар, дәл осылай тағы да қайталаймыз. Екі моншақ өткіземіз бір жақ лескамызға, екінші жақ лескамызға бір моншақ өткіземіз. Және де екі моншақ тұрған лескамызды крючок жасайтын боламыз соңғы моншаққа. Мінекей, крючок жасадық. Енді осы крючокты моншақтың ортасына қарай тартып кіргізіп жібереміз. Енді қараңыздар, бізден арада 3 қатар тоқыдық. Міне 1, 2, 3. Осы 3 қатар болып саналады. Енді біз дәл осындай тағы да 3 қатар тоқитын боламыз. Міне қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Біз 6 қатар тоқыдық. Енді мына тұрған лескамызға 3 моншақ өткізетін боламыз. Мінекей. Міне 3 моншақты да өткіздік. Енді крючок жасап, моншағымызды бекітеміз. Сонда біз былай қарай бұрыламыз. Қараңыздар. Бізде осымен 7-ші қатар болып саналады. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мінекей. 7 қатар тоқыдық. Енді мына тұрған лескамызға біз бір моншақ өткіземіз. Және екінші жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Және де осы 2 моншақ тұрған лескамызды крючок жасаймыз. Крючок жасадық. Енді осыны бекітеміз. Міне бізде былай қарай 7 қатар болды. Енді жоғары қарайда дәл солай тоқитын боламыз. Тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Мінекей. Мына жақ лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Екінші жақтағы лескамызға 1 моншақ өткіземіз. Және де мына 2 моншақ тұрған жақты крючок жасап бекітеміз.
мінекей. Дәл осылай жоғары қарай 3 қатар тоқитын боламыз. Мінекей, мына 3 қатар саналады. Мінекей, қараңыздар, бізде уже галочка сияқты пайда болды. Мінекей, былай қарай біз 7 қатар тоқыдық. Мінекей, мына үшеуі басында тұрады. Енді былай қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 қатар тоқыдық. Енді біз мына бұрышқада мынадай үшеуін тоқитын боламыз. Қараңыздар. Бізде уже немізде бір моншақ бар. Біз осыған 2 моншақ саламыз. Енді крючок жасаймыз. Мінекей. Бекітеміз. Қараңыздар, бізде екеуі бірдей болды. Бас жағында 3 моншақтан тұр, былай қарай 4 моншақтан тұр. Мінекей. Енді осыған 3 моншақ саламыз. Үш моншақты салдық, крючок жасаймыз және бекітеміз. Енді қараңыздар, біз бұрылған кезде 3 моншақ пайдаланамыз, ал енді ары қарай 2 моншақпен тоқитын боламыз. Мына тұрған лескамызды мына моншақтан өткіземіз. Енді осыған, мына беттегі лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Мінекей. Бекітеміз. Дәл осылай тағы да тоқимыз. Мінекей, мына моншақтан өткізуді ұмытып кетпеңіздер. Енді осыған 2 моншақ өткіземіз. Мінекей, крючок жасаймыз. Бекітеміз. Мінекей. Дәл осылай ары қарай тоқи бересіздер. Мінекей. Мына жерге дейін осылай тоқисыздар. Мінекей, тоқыдық. Енді қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5 болды. Бізде 5 қатар болды. Енді мына тұрған лескамызды мына 2 моншақтан өткізетін боламыз. Бірден 2 моншақтан өткіземіз. Мінекей. Осы бұрышқа келген кезде осылай бірден 2 моншақтан өткізіп отырасыздар. Енді осыған 1 моншақ өткіземіз. Міне, 1 моншақ өткізіп бекітеміз. Енді тура жаңағыдай 2 моншақпен жоғары қарай тоқитын боламыз. Мінекей, екі жақты да бірдей етіп тоқып шығасыздар. Мінекей, 2 моншақ өткіземіз. Және бекітеміз. Дәл осылай жоғары қарай 3 қатар тоқисыздар. Мінекей, 3 қатар тоқыдық жоғары қарай. Енді мынарада қараңыздар, мына тұрған моншақтан өткіземіз дағы. Былай қарай бұрыламыз. Бұрылған кезде бір лескаға 2 моншақ саламыз. Мінекей, крючок жасаймыз. Және де бекітеміз. Мінекей. Біз былай қарай бұрылдық. Енді дәл жаңағыдай келесі қатарды да тоқып шығатын боламыз. Келесі қатарға көшкен кезде мына тұрған бір лескамызға бірден 3 моншақты өткізетін боламыз. Жаңа қатарға көшкен кезде ғана 3 моншақпен бастаймыз, ары қарай уже 2 моншақпен тоқып кететін боламыз. Мінекей. Жаңа қатарға көштік, енді ары қарай 2 моншақпен тоқып кетесіздер. Дәл осылай ана келесі басына дейін осылай тоқып шығатын боласыздар.
Мінекей достар, біз жаңағы қатарды тоқып болдық. Енді қараңыздар, біз мына арада бұрыламыз. Екі моншақпен бұрыламыз. Вот, енді қараңыздар. Бізде мына арада 1, 2, 3 қатар болды. Мына арада да 3 қатар, екі жақта да. Енді біз мына арада бұрылған кезде 2 моншақпен бұрыламыз. Алдында жасаған сияқты осы жерге де 3 моншақ қоямыз. Мінекей. Біз басында ең бірінші бастаған кезде 3 моншақпен бастадық. Енді 3 қатардан кейін мына жерге де 3 моншақ қойдық. Енді жаңағы алдыңғыдағыдай ары қарай 2 моншақпен тоқып кете бересіздер. Мінекей, былай қарай 2 моншақпен тоқып келесіздер де мына араға да 3 моншақ жалғаймыз. Мінекей достар, біз тоқып болдық. Мінекей, мына арада 3 моншақ, былай қарай 4 моншақтан тоқып келдік та. Енді мына араға соңғы бітетін жерінде мына арада бізде 2 моншақ тұр. Енді осыған 1 моншақ қана саламыз да бекітеміз. Сонда 3 моншақ болады. Мінекей, бекіттік. Қараңыздар. Бізде қараңыздар, мына арада мінекей 3 моншақ, мына арада да 3 моншақ. Мінекей, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Енді біз тура осындай тағда біреуін тоқитын боламыз. Мына біреуі бізде бетіндегі жабатыны болса, екіншісі астыңғы қабаты болады. Мінекей. Енді біз осы астыңғы қабатын айналдырып тоқып шығатын боламыз шетін. Мінекей, оны сіздерге қазір көрсетемін. Осы лескамызды аламыздағы осыған 3 моншақ өткіземіз. Себебі бізде астында 1 моншақ бар, ол саналады, сонымен 4 моншақ болады. Мінекей. Бекіттік. Енді қараңыздар. Мына тұрған астыңғы лескамызды мына тұрған астыңғы моншақтан өткіземіз. Енді ары қарай 2 моншақпен тоқитын боласыздар. Тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Мына тұрған астыңғы моншақтан өткіземіз. Енді осыған 2 моншақ өткіземіз. Ары қарай енді дәл осылай қайталай бересіздер. Айналдырып тоқып шығатын боласыздар. Мінекей, былай қарай айналдырып осы қатарды тоқып боласыздар. Мінекей достар, біз айналдырып тоқып болдық. Қараңыздар. Былай қарай айналып тоқыдық. Енді оны қалай бекітуге болатындығын және жаңа қатарға қалай көшуге болатындығын көрсетіп жіберейін. Мінекей. Осы моншақтан өткіземіз дағы, осыған 1 моншақ өткіземіз және оны бекітеміз. Мінекей, қатты тартып жұмыс жасаңыздар, бос болып қалмасын, сонда әдемі көрінетін болады. Енді осыған мына тұрған үстіңгі жақтағы лескамызға 3 моншақ өткізетін боламыз. Сонда біз жаңа қатарға көшеміз. Мінекей, жаңа қатарға көшкен кезде ғана 3 моншақпен бастаймыз, ары қарай 2 моншақпен тоқып кететін боласыздар. Енді дәл осылай ары қарай 2 қатар тоқып шығатын боласыздар. Сонда бізде астыңғы қатарды, жаңағы тоқыған қатарды санағанда 3 қатар болады. Енді осы қатар және осыдан кейін тағы да 1 қатар тоқисыздар. Сонда бізде 3 қатар болады. Достар, мінекей қараңыздар, біз айналдырып 3 қатарды да тоқып болдық. Міне 1, 2, 3.
3 қатарды да тоқып болдық. Енді біз бұның төбесіне крышкасын жасайтын боламыз, ашылып жабылатын. Мінекей, енді біз бұл жерін бекіту үшін лескамызды аламыздағы, осындай кішігірім ғана леска аламыздағы, мына тұрған 2 моншақтан өткіземіз. Мінекей. Мына тұрған 2 моншаққа екеуін біріктіреміз, мына шетті де солай біріктіреміз. Ол үшін мына тұрған моншақтан лескамызды өткіземіз. Және де қараңыздар, мына тұрған моншаққа өткіземіз. Міне. Енді осыны крючок жасайтын боламыз. Мінекей, крючок жасаймыз. Және де тартып, қатты бекітетін боламыз. Мінекей. Қатты тартып жұмыс жасаңыздар. Енді мына тұрған моншаққа кіргізіп, тағы да бекітетін боламыз. Осы лескамыз таусылғанға дейін дәл осылай бекітіп шығатын боламыз. Мінекей достар, біз мына бетінде тура жаңағыдай қайталап бекітетін боламыз. Сонда ашылып жабылғанда осылай көрінеді. Мінекей достар, біз қобдишамызды осымен тоқып аяқтадық. Мінекей, ашылып жабылатын жері дәл осылай бекітіледі. Мінекей, дәл осылай өздеріңіз тоқып алсаңыздар өте керемет. Және де тура осындайдың кішірек түрі де бар. Тура осы схемамен, бірақ бұл кішірек моншақпен тоқылған. Мына үлкен моншақпен тоқсаңыздар үлкенірек болады, кіші моншақпен тоқсаңыздар кішірек болып шығады. Мінекей. Ішіне өздеріңіздің қалаған заттарыңызды салып қойсаңыздар болады. Әр түрлі бижутерияларыңызды осында сақтасаңыздар өте керемет. Болмаса жақын туыстарыңызға сыйлық ретінде берсеңіздер де таптырмас бұйым. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған қолөнер арнасы. Қош сау болыңыздар.